Саламатсыздар ма, қымбатты достар? Бүгін мен жалпы сіздерге таныстырып өтейін деп тұрмын. Мына менің тоқып отырғаным бұл өрмек тоқу құрылғысы. Жалпы бұл өрмек тоқу құрылғысы, арқылы біз қаншама дүние тоқимыз. Бұл деген қазақтың ежелден келе жатқан ежелгі құрылғысы. Аттың жалы, түйенің қомында, қай заман алқакөл суламада, көшіп қонып жүргенде, тауда, қияда, саяда осы өрмек тоқу құрылғысын ешқашан қазақ тастамаған екен. Біздің қазақ аналарымыз бұл жалпы бұл өрмек тоқу құрылғысы арқылы қойдың жүнін еріп, қойдың жүнінен, түйенің жүнінен, ешкінің қылшығынан, жылқының қылынан, ешкінің түбітінен еріп, осының барлығын жасаған екен. Енді мен сіздерге жалпы осы түсіндіріп айтып кеткім келіп тұрғаны, осы кішкентай ғана құрылғы арқылы біз не жасаймыз? Қаншама дүниелер жасаймыз. Мен құрылғының бірінші мына аспаптарын көрсетіп кетейін. Мынау болғанда қылыш, жаңағы тоқып жатқан құрылғының ең маңызды бөлшегінің бірі нығайту. Былай қатайтып, қағып, осы арқылы тоқиды. Мына жаңағы мынау теру ағашы, қолында біз ағаштан барлығы қолдан бар материал болып тұр ғой. Енді міне жерде міне адарғысы. Одан кейін мосы болғанда мынандай 3 бұтта болуға болады, былай белі барда болуға болады, оны әртүрлі. Бұл жердегі ең маңыздысы не? Бұның қорытындысы, тоққан дүниең әдемі шығу ғане. Сондықтан бұған қандай дүниені де қолдануға болады. Мынадардың орнына біз темірден де жасап алуға болады, әртүрлі дүниелер қолдануға болады. Ендігі менің сіздерге айтып түсіндіріп кеткім келіп тұрған дүние, жалпы осы құрылғы арқылы біз қаншама дүние тоқимыз. Бірақ халықтың атауының ішінде бұл әртүрлі айтып жүреміз. Мысалы, ең бірінші мына шетте тұрғаннан бастайын мен. Мына тұрған, міне, мынау болғанда жаңағы боқша. Бірақ бұл жерде, бұл неге? Бұл жерде мынаны айтады, 200 теру деп айтады. Бұның техникасына байланысты. 200 теру деген бұл 200 теру сан емес, 2 беті деген сөз. 2 жақ беті бірдей. Мынандай 2 беті бірдей, бір рең, жасыл мен қызыл, қандай мына бетінде әдемі болып көрініп тұр, екінші беті қайсы дейтіндей емес, тағы бірдей. Сондықтан бұны 200 теру деп айтқан. Бұл да жаңағы құрылғы арқылы тоқылады. Ал одан кейінгі бір көрсетейін дегенім мынау бидай теру түрі. Бидай теру дегенді, мысалы, ғылыми тілде солай айтқаны болмаса, мысалы, кейбір өңірлерді қара терім дейді, кейбір өңірлерді жай терме дейді, әртүрлі атаумен атайды, бірақ негізгі тілі бұл жерде бұл бидай теру түрімен тоқылады. Ал енді тағы бір айтайын, мынау мен негізі бұл дүниелерді мынандай коллекция қылып, әртүрлі жалпы тоқылу техникасына байланысты әртүрлінен бір-бір дүние жасап, өзіме коллекция қылып қойып алғам. Мынау болғанда қалы теру. Бұл қалы теру деп неге атайды десе, негізгі тоқитын жібін ақ мақта жіптен құрып аламыз, немесе түйе жүн жіптен де болады бұған. Сондай құрып аламыз да оған толығымен былай түк қылып салмай, әр жеріне былай түк шығарып, мысалы, міне жерде міне әдемі түлпан гүл салынып тұр. Бұл неге десе, жаңағы негізгі құрып алған жігінің бер жағына шығарып, қал сияқты. Сондықтан бұны қалы теру деп халық арасында сөйтіп атап кеткен. Ал мынау жаңағы бидай теру түрі, бірақ оның тағы бір енді өрнегі басқа, қос мүйізден салып кеткенбіз. Ендігі бір көрсетейін дегенім, міне жерде де мынау сынық мүйіз, жалпы әр Қазақстанның региондарында әртүрлі, бір жерінде мысалы қошқар мүйіз, бір жерінде сынық мүйіз, бір жерінде түркмен теру, бір жерінде жаңағы түлпан гүлдер сияқты өрнектер енді өңір ерекшелігіне байланысты, адамдардың қызығушылығына байланысты сала берген. Енді мына біреуді көрсетейін десем, бұл деген орап теру түрі баудың. Тағы да жаңағы негізгі жібін ақ мақта жіппен салады да, одан кейінгісін жүн жіппен былай орап теру арқылы салған мына өрнектердің өздері міне жерде сынық мүйіз, міне жерде кереге теру, міне жерде гүл теру деген сияқты әр қайсының өзінің атауы бар. Бұл да бір әдемі осы өрмек тоқудың бір техникасы. Енді бір ерекше мен керемет айтқым келіп тұрғаны мынау. Бұл қажар деп аталады. Қажар теру түрі деп аталады. Бұл қажар теруден тек қана алаша тоқыған, бұл деген міне бір жіппен ғана тоқиды. Жаңағы әдеттегіде бидай теруде 2 жіптен теретін болса, бұда 1 жіптен тереді. Неге десе, бұл жердегі міне астына
өзіне қажет жоқ жіптерді қалдырып кетеді де бір жіппен бергі өрнегін шығарып салады. Оны қажар теру түрі деп айтады. Ал енді одан кейінгі бір түрі бар мынандай. Бұл түкті теру, түкті алаша дейді бұны. Түкті басқұр деп айтады. Бұл кәдімгі кілем, түкті кілем сияқты бүкіл барлық өрнегіңді сол түк арқылы салып кетесің де қайшымен қиып алып тастайсың. Бұны түкті басқұр, түкті алаша деп айтады. Ал енді одан кейін жалпы жаңа соңғы заманда біз алашаның қаншама түрі бар, бірақ біз соңғы заманда мынандай алашадарды мен жасаған болып, бұл дегенде кигізбен араластырып жасағанбыз. Мынау жаңағы бидай теру түрі, мынау кигіз басып, екеуі де тағы да бір-біріне үйлесімін тауып, ана шашақтармен үйлесімін беріп тұр деген сөз. Содан кейін жалпы осы соңғы жылдары біз бұл көбінде мына өрмек тоқуды кигіз үйге ғана пайдаланады деген адамдардың арасында сондай түсінік пайда болған, бірақ олай емес екенін мен тағы да көрсеткім келеді, тағы да дәлелдегім келеді. Сондықтан міне мынандай әдемі сумкалар жасаймыз. Мынау міне мынандай бауында жаңеңгі мына жалпы ненің белбеудің өзін міне менің өзімнің буынып тұрған мынандай белбеуімнің өзі міне осы алаша жаңеңгі тоқу арқылы жасаған мынандай керемет мен сәндік тұрғыда белбеуде өзіме жасап алғанмын. Одан кейінгі міне мынандай сумкалардың әшекейіне мынандай жіңішке қылып отырып жаңеңгі баудың жалпақтығы 50 сантиметрден 2 сантиметрге дейін осындай кішірейтіп тоқуға біз осы сумкаларымызға әдемі әшекейлер жасап алуымызға болады. Енді мен осы жерде тағы да менің айтпай кеткен нем бар, тақталаша, қақпалаша деген түрлері бар. Ол неге десе, оларда өрнек салынбайды. Мынау міне қақпалаша. Мынау қағып кәне тоқиды, өрнек аз салынады. Содан кейін алағап дейді. Кезінде тек қана ақ пен қарадан алағапта тоқығанбыз. Оны қақпа деп айтады. Алағапты қақпа теру түрімен тоқиды. Сонда сіз қарап тұрсаңыз, осы мына жалпы өрмек тоқудың өзінде қаншама қыр мен сыр, қаншама түрі бар болып тұр ғой. Біз халықтың ішінде көп атау бар. Түркмен теру дейміз, қара терім дейміз, қажар теру, кежім теру, орап теру, тақыр теру, түкті теру, қалы теру деген сияқты осындай түрлерінің барлығының маңыздылығы неде? Оның техникасында. Сондықтан осы біз техника қазір ұмыт болып бара жатыр. Осыны керемет қылып біз жастарға үйретуіміз керек. Өйткені біз ата бабамыздан қалған, бұл біздің таусылмас қазынамыз, үлкен өнеріміз. Осы өнерді біз ұрпаққа жеткізу біздің аманат, бізге мақсат деп ойлаймын.